Маған энергияны не береді? Ол туған қаламды жақсарту мүмкіндігі. Мен Атырауда қайырымдылық дүкенін аштым. Бұл жерге адамдар қажетті жоқ заттарды тапсырып, біз оларды іріктейміз. Киімдердің 90% мұқтаж адамдарға таратылады, ал қалғаны дүкеннің жұмысы үшін жеңіл бағамен сатылады. Бұл дүкенді неге аштым? Мен ескі киіммен жүру не екенін жақсы білемін. Мектепке барудың өзі қиын болатын. Сыныптастарым күлкі қылатын. Бұл менің басымнан өтті. Міне сондықтан мен бұл дүкенім үшін күресемін. Бойындағы кішкене қызды қорғаймын. Бұл дүкенді қалай аштым десеңіз, мен ICT-тан әлеуметтік кәсіпкерлік бағдарламасын оқыдым. Бұл жоба Атыраудағы белсенді жастарды қолдайды. Дүкенімнің жобасын жүзеге асыру үшін мен $3000 грантын ұтып алдым. Бұл жерге киімдер тапсырылады. Олар іріктеліп бөлінеді. Киімдердің біразы жақсы сақталған. Бұл дүкен көпбалалы отбасыларға, жалғыз басты аналарға және жағдайы төмен отбасылардың балаларына жақсы киінуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда біз ауылды мекендегі тұрғындарға ай сайын 150-200 отбасыға көмектесудеміз. Аталмыш дүкендердің пайдасы мен ерекшелігі неде? Бұл жерде бірнеше мәселе бірден шешімін табады. Өзара тиімді заттар алмасу және қайталама тұтыну. Айтпақшы, жиналған қаражат Атырау маленькая страна қорына жіберіледі. Менің негізгі жұмысымда бар, ал дүкенім қалалық мәселелерді шешуге қосқан үлесім. Мен әлеуметтік кәсіпкерліктің не екенін айтып, өз тәжірибеммен бөлісудемін. Және бұның барлығы әлеуметтік мәселелерді түзетудің бизнес шешімі деп ерекше айтамын.